Ілияс Жансүгіров, домбыра. Тарт күйіңді домбыра, төгіл тәтті күй. Таусуындай сылдыра, желпін жел соқтыр. Тауда тұман тұрмасын, көкте бұлт ыдыра. Тыңдамаған қоймасын, ойды қырды қыдыра. Құлшына тарт домбыра, 2 желі 3 қазық. 9 ноқта домбыра, ойнайтындай 10 саусақ, құлындайын құлдыра. Бозда бота күй, қашағанды қудыра. Құлшына тарт домбыра, еңбек елдің күйшісі ау, құлағымды қиқулат, көңілімді қандыра. Тәтті күйге тарт, көргеніңді күй қыла. Құлшына тарт домбыра, еңбек елдің жыршысы ау, жанымды бір жадырат. Көкейіме қондыра, тәтті әңгіме айт, жаңа өмірді жыр қыла. Шежіре шешен сұңғыла, құлшына тарт домбыра. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ілияс Жансүгіров қазақтың көрнекті ақыны, жазушысы, драматургы, алаш қайраткері. Ол ұлттық поэзияны жаңа деңгейге көтеріп, эпикалық жыр дәстүрін жаңғыртты. Ілияс бала кезінен молдадан сауатын ашқан. Мәскеудегі коммунистік журналистика институтын бітіргеннен соң мұғалім, журналист, редактор, Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағаларының бірі болып қызмет етеді. Ілияс Жансүгіровтың поэзиясы терең мазмұнымен, көркемдік қуатымен ерекшеленеді. Ол табиғат, туған жер, өнер, еңбек және әлеуметтік теңсіздік тақырыптарында көптеген өлеңдер жазады. Соның ішінде домбыра, күй, күйші, құлагер, жазғы түн, жас жүрек секілді көптеген танымал өлеңдері бар. Ілияс Жансүгіровтың домбыра өлеңі қазақтың ұлттық аспабы домбыраның қасиетін, оның құдіретті үнін жырлаған туынды. Ақын домбыраны қазақ халқының рухани серігі, мұңында, қуанышында жеткізетін киелі аспап ретінде суреттейді. Ілиястың өлеңдері ұлттық рухты көтеріп, қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосты. Ілияс Жансүгіров 1937 жылы халық жауы деген жалған айыппен қамауға алынып, 1938 жылы Алматы қаласында саяси қуғын-сүргін құрбаны болып атылады. Тек 1958 жылы ақталды. Ілияс Жансүгіровтың мұрасы қазақ әдебиетінің алтын қазынасы.